Сәлеметсіңдер ме балалар? Отыра қойыңдар. Бүгінгі дүниемізді тәртіппен үйге қандай тапсырма беріліп еді? Екінші дүниежүзілік соғыс. Жақсы. 20 ғасырдың 30 жылдары халықаралық жүйеде қарама-қарсы екі бағыт байқалған болатын. Біріншісі, бұл ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру, бұл бастаманы КСРО көтерген болатын. Екіншісі, ол агрессорды тыныштандыру саясаты. Бұл бастаманы Англия мен Франция көтерген болатын. Енді сендерге балалар үй жұмысы бойынша тапсырма. Мына кестені талқылаулары керек. Неліктен батыс елдері КСРО-ға сенбеді, және неліктен КСРО батыс елдеріне сенбеді. Яғни топ болып жұмыс жасай қойыңдар. Бірінші топ, Аружан топ сұра қойыңдар. Сендер неліктен батыс елдері КСРО-ға сенбеді? Айталым. Олар нәтижелерінің жақындық қалпын түсінбеді. Жақсы. Аружан. Олар өз елдерінен қауіпті аумаққа кетуге тырысты. Яғни өз елдерінен келесі басқа жаққа, қауіпті аймаққа. Келесі тапсырма. Маңызды деректермен жұмыс. Бірінші топқа Тегеран конференциясы, екінші топқа Қырым конференциясы, үшінші топқа Потсдам конференциясының шешімдерін әкеншек әдісін қолдана отырып, өз жұмыстарыңды сына қойыңдар. Ауызша болады. Бірінші топ дайын екен, кәне тыңдайық балалар. Бірінші топқа берген тапсырма Тегеран конференциясы және оның шешімдері. Тегеран конференциясы 1943 жылы 28 қараша мен 1 желтоқсан аралығында халықаралық келісім жүргізілді. Оған Тегеран конференциясына екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан үш держава қатысты. Кеңес одағы, Ұлыбритания, ақш қатысты. Тегеран конференциясында үш ел бірігіп, 13 отырыс өткізді. Жалпы маңызды мәселелер бойынша 19 шешім қабылдаған болатын. Конференция Германияның соғыстан кейінгі репарация жайы және де Польшаның ішкі саясаты және де шекаралар туралы шешімдер қабылдады. Репарация туралы арнайы келісімде Кеңес одағы ең көп зардап шеккен мемлекет ретінде $10 миллиард көлемінде репарация алған болатын. Жақсы. Сабақтың тақырыбы екінші дүниежүзілік соғыстың қандай оқиғалары түйінді болып табылады. Бұл адамзат білетін ең үлкен қарулы жаңа. Материал мәтініне сүйене отырып, балалар, екінші дүниежүзілік соғыстағы уақытсыздығына назар аудара қойыңдар. 1937 жылы Жапон Қытай соғысы болған болатын. 1938 жылы Мюнхен келісімі Чехословакияны бөлшектеу, Аншлюс Австрияның Германияға қосылуы. 1939 жылы КСРО мен Германия арасында келісім пакт жасалады, келісім шарт, яғни бір-біріне соғыс ашыспау туралы. Ол Риббентроп, Молотов деп аталады бұл пакт. 1939 жылы 1 қыркүйекте Германияның Польшаға басып кіруімен екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетеді. 1939 жылы 3 қыркүйекте Франция мен Англияның Германияға соғыс жариялауы бұл оғаш соғыс деп аталады. Бұл оғаш соғыстың мәні қандай да бір әскери іс-қимылдардың болуынсыз болады. Енді балалар, жаңағы алдарында қосымша материалдар тұр. Және де оқулықтың мәтініне сүйене отырып, екінші дүниежүзілік соғыста қолданған қарулармен танысып, сыныпта талқылау жасай қойыңдар. Топ бойынша жұмыс істеңдер. Яғни бірінші топқа Британия мен Пёрл-Харбор шайқасы, екінші топқа Атлантика шайқасы және үшінші топқа Берлин шайқасын ұсынамын.
Британия шайқасы және Петрдің қарбы шайқасы. Қарай қойды балалар. Британия шайқасында қолданылған қару-жарақ, ұшақтар 8 пулеметтерге дайындалышы Германия басымдыққа жетті. Британия шайқасында Германияда тегін неміс танкісі қолданылды. Первый қару шайқасы. Калай аудары. 1940 жылы 7-ші желтоқсанда жапондықтар Амстан Калай ауданындағы әскери базаға шабуыл жасады. Олар американдық қарулар бір сағат ішінде қатар жіберді. Және ақш-тың стратегиялық позициясы бұзылып кетті. Және олардың қолданған қару-жарақтары бомбардир ұшақтар, әуе тасымалдаушылары және соғыс кемелері. Британия шайқасы 10 шілдеде 1940 жылдың қазан айының аяғында екінші дүниежүзілік соғыс кезінде аяқталды. Шайқасты. Болды. Отыра ғой. Кейін пайда болған жаңа атом қаруы, назар аударыңыздар, яғни бұл соғыстан кейінгі пайда болған жаңа атом қаруы. Дүниежүзілік соғыстарға әкелуі мүмкін бе деген сұраққа жауап беріп көрейікші кәне. Айдана айта ғой. Менің ойымша соғыстан кейінгі пайда болған жаңа атом қарудары дүниежүзілік соғыстарға әкелуі мүмкін. Себебі ядролық қару өте қауіпті болып келеді, ол бүкіл жер шарын жойып жіберуі мүмкін. Және де біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ядролық қаруға тыйым салу туралы шарт жасаған болатын. Қашан? 2017 жылы 7 шілдеде. Отыра ғой. Балалар, сабағымызды қорытындылау үшін әскери ғылым және техниканың жетістіктері екінші дүниежүзілік соғысқа қандай қорытынды әкелді? Яғни бұл сұраққа жауап беру үшін Learning-Apps платформасын ашыңдар, сол жерде тапсырманы орындап жібереміз. Барлық сұрақтар дұрыс, қол көтереміз балалар. Жақсы. Ендеше бүгінгі сабағымыз үйге тапсырма жазып ала қойыңдар балалар. Үйге тапсырма екінші дүниежүзілік соғыстың қандай оқиғалар түйінді болып табылады. Жаңағы әскери ғылым мен техниканың жетістіктері екінші дүниежүзілік соғысқа қандай қорытынды әкелді? Осы тақырыпқа сендер үйде эссе жазып келеміз. Үй тапсырмасы. Эссе жазып келеміз. Ендеше балалар, екінші дүниежүзілік соғысқа қорытындылап жіберейік. Аралжан, екінші дүниежүзілік соғыс қай жылдар аралығына созылды? 1945 жылы. Қай мемлекеттің тізе бүгуімен аяқталды? Қашан? 1945 жылы. 45 жылы. Екінші қыркүйекте. Отыра ғой. Екінші дүниежүзілік соғысқа қанша мемлекет қатысты? Қол көтереміз. Жанатке? 61 мемлекет қатысты. Екінші дүниежүзілік соғысқа қанша жаңағы әскер қабылданды? Екінші дүниежүзілік соғыстың қандай оқиғалары түйінді болып табылады тақырыбы бойынша кері байланыс жасап жіберейік балалар. Тақтада нысана әдісі бойынша кестеленіп тұр. Бүгінгі сабақта нені жаңадан білдіңдер, қандай сұрақтарың бар, не түсінікті болды, және нені білгілерің келетінін қолдарыңдағы стикерға жазып, осы нысанаға іле қойыңдар.
аяқталды. Сау болыңдар.